Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Димаш Майнкрафт арнасына қош келдіңіздер достар. Бүгінгі видео біз көріп тұрғандарыңыздай, достар, менің жаңа видеома, бірінші видеома қош келдіңіздер достар. Қарап тұрғандарыңыздай, бұл менің ең бірінші видеом болған достар. Менің аккаунттарымның бәрі жоғалып кетті достар. Мысалға мен қазіргі Димаш Еркінғали деген аккаунты болған, ол жоғалып кетті достар. Бірақ біз жолымыздан таймаймыз. Мен дейтін тек қана бір аккаунтым кетіп қалды, екінші аккаунтты бастауға болады достар. Сондықтан мен ардама жазылып, қоңырауын басып кетіңіздер достар. Мен жаңа видеом. Мұнда бізде тек қана Майнкрафт туралы контенттер шығады достар. Өте қызықты видео шығады алдағы уақытта достар. Қарап кетіңіздер достар. Кеттік. Біз ендеше видеомызды бастаймыз. Кеттік ендеше. Деп тұрмын, короче, мен өз үйіме обзор жасайын деп тұрмын достар. Короче, обзор чек моя дома. Обзор кеттік достар. Мен үйіме баға беріп кетіңіздер. Соңғы достар комментке жазып кетіңіздер. Мен үйіме баға достар, короче. Осындай баға беріп кетіңіздер достар. Мұны қараңыздар. Судың қақ шетінде жасалған әп-әдемі үй ғой достар. Міне достар, мен үйім тек қана мынандай үлкен үй салдым десе, мен достарыммен бірге ойнаймын. Короче, осында біз выживать етеміз дегендей. Міне достар, осындай әдемі үй салдым достар. Міне достар, қалай баға беріп кетіңіздер достар. Баға беріп кетіңіз, комментке жазып кетіңіздер. Так, біз ендеше мен затымды үйімді көрсетейін достар. Достар, бұл менің простой кәдімгі өзімнің айдайтын машинам достар. Бірақтан да өт айтпай ақ қояйын, бірақтан да бұл машина жүрмейтін біліп достар. Құрастырылған машина ғой. Бұл машина деп айтсам мотоцикл ғой достар. Мотоцикл, короче, салатына осындай салып қойдым достар. Ютубтан қарап былай салдым. Ал енді мынау менің бір мықты машина, скорость қатты машинада. Бұл мықты машина деп айтуға болады. Сондықтан бұл мен өзім құрастырып, жаңа өзім істеген машиналар. Бұны өзім істедім. Бұны ютубтан қарадым, анау ютубтан қарадым. Деп жасауға бар, енді былай өздері жасайтындар бар, бірақ кейбір адамдар ютубтан қарайды, андай үйреніп алады деген сияқты. Мен үйреніп қалды, салдым. Так, мына менің үйім достар, іші. Мына телевизор достар. Давайте достар, кеттік телевизордан бірдеңке қарайықшы. Давай отырып Маша Медведь қарайықшы. Маша Медведь қосылсын. Керегіміз көріп жүрсек. Брат, керегіміз. Бізге ондай керек емес. Ал бұл менің ас бөлмем достар, кухня деп айтуға бердіңіздер. Так, мына кнопканы просто істеп қойғам. Так, мына бізде су ағатын жер. Кнопканы басасың, мына да кнопканы басасың. Бірақ түк болмайды достар. Мына кнопканы бастан да түк. Просто андай шкаф, мебель деген сияқты ғой. Мына менің не болып кетті. Бұл мен тамақ ішетін сол. Мына неге тасбақаның несі сияқты екен, ұқсайды екен достар. Бұл стол достар, тамақ ішетін сол. Егерде көп адам болса, осы жерде тамақ ішеміз достар. Мына жерге әдемілік үшін қойып қойған. Столды неге бас жүруге болмайды достар. Енді қараңыздар. Менің еще мұндағы плюс астында бөлмем бар. Бұнда, короче, мына аяқта менде библиотека достар. Мына библиотека өте библиотека ұқсайды, күшті, андай күшті блоктардан жасалған әп-әдемі. Мына не? Печка, короче, жылынып отырады. Короче, үстіне бет лестница шығасың да кітаптарды аласың достар. Алмында бізде мынандай тоже үстіне аласың, мынандай тоже мынандай 3 жерге қойып қойдым, лестница жетіп алды. Мынау мен дейтін столға ұқсап тұру үшін осылай етіп жасап қойдым. Осында отырып кітап оқисың, мына жерге свеча қойып қойғам, короче, сондай. Мынау, короче, осында ыңғайлы болып тұрсын деген сияқты. Мынау бізде телевизор қойып қойғам, жасап қойғам, короче. Мында скамейка бүйтіп отырасыңдар, қашан күтіп болады екен деп демалып отырасыздар. Ал мында бізде кинотеатр достар. Бұл кинотеатрда ішін пысып жасап қойдым. Осында, короче, мына рычагпен бүйтіп, не екен жасап қойдым. Так, мына рычаг бар, бүйтіп қойып қоясың. Осы жерде мына жерде 2, 4, 6, 8, короче, 2, 4, 6, мындай 2, 4, 6. Короче, осы жерде 12 адам отырады. Үстіне кеттік, үстінен шықсақ, біз 3-ші этаж бар. Так, мұны біз 3-ші этажда не қойым? 3-ші этажда достар, видті қараңыздар достар. Видке санала ма достар? Комментке жазып кетіңіздер. Бұл қаланың виді емес, бұл табиғи Майнкрафттың виді да, короче, айтқанда. Ал бұл да, так, мына менің как будто бір тастай кроватым. Сән үшін жасап қойдым, қасыма біреу жаттым деп аладым достар. Ал мына менің өзімнің қазіргі жататым, қазір ұйықтап істейтін кроватымда достар. Андай үй жасатқан кезде қойып қойғам, осы жерге мынау, короче, үйсте отырасың, да отыруға да болады. Мынау стол, мынау, короче, өзімнің заттарым деген сияқты қойып, короче, өзің түсінесіздер ғой. Мынау лампа ма бірдеңке. Міне достар, мынау бізде 2-ші этаждың несі андай әжетханасы деп айтуға болады достар. Басылмайды достар, мына бізде ванна, мысалы, бетсен су қойылады деген сияқты, осыған су толтырып қою керек. Мынау
Ладно. Ну как будто біз аквариум деген сияқты ғой достар, міне. Мынау терезенің күштісі видно, иә, вид. Мына жақта не бар, өзім білмеппін, бар ғой мында не бар екен. Үй үлкен, қайерде не жоқ екен білмейсің. Мына тоже кровать, андай бір түрлі кровать екен. Мына достар, балкон. Негізі бұны жабуға болады, негізі. Сквозняк кірмей ма деп айтпаңдар деп айттым да. Мына мына жерде, короче, жандардың әдемілік үшін жасап қойған. Мына астында лампа бар еще. Ана достар, мынау менің бассейнім, короче, соған суға түсуге болады. Ана жерде жатасың, мына жерге біреу сындырып түсіп кеткен, мен өзім сындырып тастады екенмін. Мына жерде міне, короче, осындай су, мынандай ішуге болады тоже деген сияқты. Таза суды өйстіп суға түсіп, мына жерден ағып кетуге болады, бірақ та біз ақпаймыз достар. Ойбай, бірден сынып кетті тағы да бар. Енді біз достар кетіп крышасын көрсетейік. Крышасында осындай үлкен. Міне осылай қойып, кішкене жарық түссін деп, қап-қараңғы болып кетеді. Мына достар, әппақ жасалған, кәдімгідей әдемі матовый кәдімгі жасалған, күшті. Енді сіздерге міне сырттарын көрсетіп шығайын. Сіздерге сырттары міне әдемі осындайдан жасалған. Осындай екен білмеймін, бірақ та осы жерге достар сосын гүл қойып қойдым. Мына жерге гүл қойдым достар. Деп иіскеп баптап тұрам деген сияқты. Мына жерге де гүл қойып қойдым достар. Міне әп-әдемі гүл қойып қойдым. Мына потому что дейтін бір түрлі болып тұрады, бірақ та сіздерге ұнай ма осындай гүл тұрған? Осы жерде тығыспағанда осы жерде тығылып қойуға болады. Үстіндегі некеңді өзгертпейсің, бұл сосын тығылып тұрасың бұл жерде. Бұл так. Достар, комментке жазып кетіңіздерші, достар, андай достармен тығыспақ ойнаған сияқты, Майнкрафтта тығыспақ деген видео шығарайын ба достар? Өте қызық сияқты менің ойымша. Мына гаражым сіздерге көрсеттім. Былай кәдімгі көрсетпен айналып шығайын үйді. Үйді айналудың өзі біршама уақыт кетеді, мынандаймен. Так, мына достар, үйді айналып шығасың, ұшып барып, мына жақта айналып шығасың. Мына забора деп айтуға болады достар. Заборын қараңыз, әрең осы заборын көп уақыт кетеді салуға. Міне достар, үйім. Міне өте әдемі, қалай достар? Давайте достар, баға беріп кетіңіздерші, комментке жазып кетіңіздер достар. Баға беріп кетіңіздер сал. Міне осындай мына жерден бассейн ағып су ағып тұрады. Астынан негізі осыған бассейнге ағып тұрады. Бассейн су бітіп жатса істеймін. Ал достар, сіздерге менің видеома ұнаса, әрине өздеріңіз лайктарыңызды басып, каналға жазып қоңырауын басып кетіңіздер достар. Алдағы уақытта мен қызықты видео шығаратын боламын достар. Менің каналыма жазылып кетіңіздер достар. Сіздермен болған мен Димаш Майнкрафт. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар достар.